Aleyküm rahmet. Енді жалпы осы кештің армия қарай біз ортаға тағы да бір лотерея ойнап жүрміз бе? Біреу? Жоқ, бір тілектен кім өтеді ме? Қазір осы сол лотереяны ойнап үшін мен ортаға алдыменен А сыныбы түгел құраммен шақырған жөн көріп тұрмыз. Сол кісілер тілегін білдіреді. Сосын осы А сыныбы алғашқы лотереяны бастап беретін болады. Сонда да нөмірлерді қолдарыңызға алып отыра қойыңыздар, құрметті барша қатысушылар. А сыныбының барша жігіттер, қыздар, төрт көз түгел құраммен орталыққа шақырайық, келіңіздер. Артымызда далмады болмасын. Ортаға. Қош келдіңіздер. Отырышында қуаныш құтты болсын. Ал енді ер азаматтар бірінші тілек ниетті кімнен бастаймыз? Ағалардан бастап келсем, кеу болыңыз. Класстастар, орындау, мына 30 жыл мектеп бітіргеніміздің 30 жыл орнына уақытысында 94 жылы қарындаш болып ұшқан ек бір топ оралмады біздің оларымызға. Бұл өте қуаныштымыздар, мен кездескенімізге мынау осындағы бәріміз шетке кетіп болып қойды, отырғанымыз емес. Мынау жігіттерге рахмет, осыны ұйымдастырып, керемет отырыс болып отыр. Мына кездесіп, жаңа қанша жылдан бері көрмегеніміз бар, бірақ бәрі өте қуаныштымын. Біздің мектебіміздің бір өкілі жері Шоқан Уәлиханов мектебі бұзылып кетті. Жаңа Қазақстанда жаңа мектеп салып отыр екен. Оған да қуаныштымыз. Кездескенге өте қуаныштымыз. Кездесіп, жүздесіп тұрғанға не жетсін. Уақыт өтіп отыр. Бәріміз әже, апа-баба оралып отырмыз. Осындай кездесу, анау жалғыз жағында 10 жылға қарамай, ортасында 5 жыл бұрын осылар кезінде 5 жыл деген қуанды. Сондай болу дейік. Мынау тойларымызға қатысайық, бір-бірімізбен жақсылық болсын, еліміздің халқымыздан болсын. Кездескенде өте қуаныштымын. Қуаныш болсын. Құрметті класстастар, жеткіншектер, бүгін төрт көзіміз түгел, күні жеткен бар, жетпеген бар, класстастарымызбен 30 жылдық мерекесін тойлап отырмыз. Өте қуаныштымын көргеніме. Ешқайсысы өзгермеген, Құдайға шүкір, мұнда не дейміз? Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін, өздеріңізге саулық тілеймін. Мына отырған орындарыңыз жоғалмасын. Әрқашанда өстіп, сіз біз айырылмай, күліп ойнап кездесіп жүре берейік. Рахмет. Құрметті сыныптастар, құрметті балалық шағымыздың куәгерлері, мен бүгін өте қуаныштымын. 84 жылы балапан мектеп қабырғасында кітаптың жыл бірге оқып, балалық шағымыздың барлығын бірге өткізіп, қызықты да шыжықты да бірге көріп, 94 жылы бітіріп, әні-міне дегенше 30 жыл, 30 көктем, 30 қыс ай өтіп, әні-міне дегенше уақыт өтіп. Құрметті сыныптастар, қайда жүрсеңіздер де аман болыңыздар. Өсіріп отқан бала-шағаларымыз сіздердің жақсы әрекеттеріне қуансын. Айтады ғой, ер жігіттің 3 жұрты бар, нағашы, өз жұрты, қайын жұрты деп. Сыныптастарда біле білсек, бір жұрт болып қалады екен. Ұлы өсіп, қызы өсіп, құда-құдандалы болып, той-томалағын күтісіп, үлкен бір жұрты болып, қалың ел араласа беріңіздер. Тек жасылықта кездесек, 40 жылдықта, 50 жылдықта кездесу, Алла нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Бәрекелді рахмет. Ал қозырларыңыз бар ма? Ақтілек таптарам деген. Құрметті сыныптастар, бағалай білсең бақ қонат, қуана білсең құт қонат дейді. Мына отырысымыз тамаша кеш болып жатыр. Балалық болды, шалалық болды, қызық күндер болды. Өзінің естелігіме қалды. Мына мықты денсаулық тілеймін. Денсаулық деген астында үлкен мағына бар ғой. Үйіне ауырып жатқан баланың адамның үйіне бақ пен байып кіріп келген екен, сөйтсе жаңағы ол кісілер кірмеген екен. Сөйтіп бір кезде денсаулық берсе,
бақыт пен байлықтың өзінен өзі келіпті дейді. Сондықтан мықты денсаулық болсын, мықты денсаулық, бала шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, мына өсіп жатқан ұл қыздарымыздың тек жақсылығын көрейік. Жақсылықтар бола берсін, дәулетті, сәулетті болыңыздар. Тек тойда кездесе берейік, Құдай қаласа. Ғалымдар зерттеген екен, осы кез келген қазақтың жиынында тілек айтып тұрған кезде қонақтар 10 минуттай тілек айтса, орташа есеппен бір 60-70 жыл өмір сүреді екен. Ал 5 минут қысқа тілек айтқан кісілер 80-90 жылдай өмір сүреді екен. Ана қосыламыз деген кісілер өлмейді екен. Қалғанымыз естейміз. Әр сынып енді 4 сыныппыз, 4 сыныпты 4 тосқа бөлдік. Әр сынып шыққан кезде 2 ұл, 2 қыздан сөйлеп қалғанымыз қосып билесек деген ниет болып тұр бізде. Ал енді жігіттер қауымы, ағалар, қыздар, кім қосылып, бір ер азамат түйін деп бере қойсын, сосын біздің сессия батымыз бар. Кім түйін дейді? Кел. Кездескенімізге өте қуаныштымын. Осы 30 жылдықта кейін қыздар болған солардың рахмет. Бақытты болыңыздар. Әрдайым кездесіп жүріңіз. Рахмет. Бәрекелді, рахмет. Ал енді осы тілектің түйін ретінде арнайы осындағы біздің 5 бірден арауға ұйымдастырып алғанымызға сессия батымыз бар. Қабыл алыңыздар, тойда тобықтайды. 30 жылдан естелік тоқталсын. Суретке түсіп олар, арнайы естелік болсын. Бүгінгі 30 жыл басты өткен түскен суреттер деп айтып жүргенді кереметтей бір жасапқан фотомыз. Бүгінгі тілек білдірген біздің кереметті ағапкелердің ақ тілегін әрмен қарай кешіміздің биімен жалғайтын боламыз. Дастархан басынан көтерілейік, 30 жылдың құтты болсын. Биялаңыз тек қана сіздер үшін. Айырсын.
кешіміздің басында айтып өткен лотереяның басын қазір осы жерде бастайын деп тұрмыз. Кішігірім сыйлықтармен, ал соңына жақын біз ең бағалы сыйлықтар ойлататын боламыз. Ал енді жаңа ғана біз биден алдын А сыныбындағы барша ағапкелер ақ тілегін білдірді. Енді осы А класынан бір кісі ортаға шыға қойса, өтініш жасаймыз. Өздеріңіз ақылдасып бір түлекті ортаға жіберсеңіздер, лотерея алып берсе, 3 сыйлықтың иесін анықтап берсе. Ал қалғанымыз баршамыз билеттеріміз қолымызға алайық, дастархан басына жайғасайық. Қазір жеңгелеріміз өткен тұспасын. Өткен бұл лотереяға барлығы қатысқан дұрыс. Күнге бейін проекті болды. Қазір бізде енді кішігірім сыйлықтардан басталып, басынан 3 сыйлықты ойлап бересіз әпке. Үші боласың. Кезекпен. Крупный сыйлықтарды соңына тамақ болып жатырмыз. Дастарханға жайғаса қойып. Билеттер қолдарыңызда ма? Дайынсыздар ма? Қазір енді кімнің жолы болып сенен қазір көреміз. Мен вообще өмірімде бұндай лотереядан ұтпаған ба? Қазір көрейік. Ал, бісміллә, кеттік. Өмірде қолдарыңызға отырыңыздар ма? Ал дүші, көрінбейтін деген жасапты. Алғашқы сыйлықтың иесі, нөмірі 18-ші қатысушы, ортаға шыға қойыңыз. 18. Жюри, 81 болады ма сізге? 18, ja? 18 маған береміз. Міне, 18, барлығы да дұрыс, ja? Алғашқы сыйлықтың иесі, лотереядан. Бізде енді, келесі. Осыдан бастап. 18-дің бір жаман жері, енді қазір крупныйға қансамайды тұр. Екінші сыйлықтың иесі. Нөмірі 45. 45, бар ма? Аға, құтты болсын міне. 45. 45. 45. И масуда выходит, вообще главное не услышал. А тапсырайын жеңгеме ма? Шаман асы исполняться. Бәрін сіз күттір қой тапсыра дегенде. Берсеңіз, шаман өзі. Келесі біздің графин. Бұл графин иесі. Нөмірі 65. 65 кімде? 65. Үшке деп сұраймыз бәрі. 65 65 3 жоқ. Келесі. Басқа таңдап болсын. Сырттан жүгіріп келмесін қазір 65. Графиннің иесі. Келесі қатысушымыз. Нөмір 17. 17-ші нөмірі қатысушы. Айда! Рахмет, кәдімгі сіз билік білетін болсаңыз ерте келдіңіз. 17. Міне, есіміңіз? Гүлжайнар ханым
соған біраз ескертіп қояйын деп жатырмыз. Енді келесі ойынның сый-сияпаттарын табыстау үшін алдыменен мен баршамыздың назарларыңызды экранға аударуды жөн көріп тұрмыз. Экран қайда? Мен қазір экранға сіздер білетін Қазақстанға танымал және де әлемге танымал жұлдыз адамдардың бала кезіндегі суретін шығарамыз. Тура сіздердің роликтеріңіз сияқты. Бұл төреғали бір сөз айтасың. Бәріміз біліп тұрмыз, бұл төреғалының бала кезіндегі суреті. Енді қазір келесі суреттен бастап қоймай тұрмыз. Мынау кім? Қол көтеріңіз болды. Айқайлап айтуға болмайды. Тек кім бірінші қол көтеріп сол шығады. Тек қол көтерейік қой. Келіңіз. Келіңіз. Шабалау беріп қалғаныз. Құтты болсын, жылдыр. Есіміңіз? Қали аға, айтыңызшы. Мынау кімнің балалық шағындағы сурет? Мен Қанат деп тұрмын. Қанат? Әлжаппар. Көріп жібере қояйық. Бұл жеке жағын. Тапқанада балалар көреміз. Келесі. Мынау кімнің балалық шағындағы сурет? Бұның ішінде өздеріңіздің қазақстаныңызда болуы мүмкін айтпақшы. Келіңіз. Жеңгелер командасы. Сұлу келіншектер. Қош келдіңіз дегенше, кеш құтты болсын. Есіміңіз? Орынбек ханым, айтыңызшы, мынау кімнің балалық шағындағы сурет? Құрмаш Махан, әнші. Тамаша, көріп беріп қояйық. Бұл Мәдинасының Мәдина айтамыз, сені еркекке ұқсатып жатыр деп айтамын. Кім десе жетсайдағы Орынбек. Кім бар? Келесі. Мынау кімнің бала кезіндегі сурет? Бұл бұны көргенсіздер. Подарок дайындап тұрайын, тауып алған сияқтысың. Кім бұл? Кімге ұқсап тұр? Келіңіз бір. Билет! Кеш құтты болсын, вообще өзгермейтін аға. Мынау кімнің балалық шағындағы сурет? Айқын Төлепберген, әнші. Тамаша, көріп жіберейік. Bir kun. Bir adam tapmayadır ya. Келесі адам тауып алуы мүмкін. Көріп жіберейік. Мынау кімнің балалық шағындағы сурет? Ешкім жоқ па? Келіңіз. Жеңгелер. Есіміңіз? Ана, жеңгелер. Айтыңызшы, мынау кім? Қанат Әлжаппар. Қанат Әлжаппар дейді. Көріп жүрейік. Мен ғой. Қанат қасымның атауын жоқ мен? Азы жағын. Түр өзімді қала берсін. Келесі. Последний сурет қоятындамызда. Көріңіздер, қараңыздар. Кім? Бұның бәрі біледі. Неужели бір подарок алмайсыздар? Алды алғыш. Это вообще басқа жыл. 15-25 жыл болғанымызда. Кім бұны? Жаңа айтылған адамдардың ішінде емес. Келіңіз. Шабала. Қош келдіңіз. Құтты болсын кеш. Енді есіміңіз? Жаудыр ханым, айтыңызшы, мынау кім? Жанболат Қашсайда. Қайсысы Жанболат? Қайсысы Жанболат? Мен айтатын. Жанболат Жайсырадағы Жанболат. Ағамызға ұқсайды дейді. Вообще ұқсайды ма негізі оған? Тойда көргенсің. Осындай кез көргенсің бе тойда? Тойда мынандай кез көрсеңіз, сіз қай жассыз? Көріп жібереді маған.
To'qayevmi? Can Po'latov. Bu kadi yerimizning prezidenti Qasim-Jomart Kemilov To'qayev bo'ladi. Qatarida ular yulduzlar içinde benim baskısı her türlü kelip turganı dedi. Biroq endi bu 30 yillik quvvat turganiga esingizda bo'lmadimi? Eng to'g'ri saytdan o'tkazdi. Endi men hozir o'zga kechning ishinde ama mektab kezinde bo'ldi ya. Sahnaga chanqumar, unerga bir tabaq jarqin, asresa ana aytam degan kezdagi alma jon salmaydi. 3 qiz, 3 yigit chiqsish o'tmish. Bölmeyaklar görmüş, ahtalası olmasın, jarısı olmasın. Просто так, 3 kız, 3 jigit. 3 tane 3 yerine zaman çıksa. Sen hangi ilgili var? Size gördüm ya, Tomaşa ilgilerinde bilirsiniz ya. Çok yeriniz. Ta kim var? 2 jigit, 3 kız. Baksınlar koyun dedim. Kimler var? Ağamızın şu anda nağla yegi yere zaman gelsin. Var mı? 30 yıldır. 30 yıldır. Buradan mı gerekse? Rüyün yapmış. Kim var? Genç var. Genç dost sonunda bırakmış. Dostlar, nağla. Nağla. Ama siz genç. Ama haksın. İsmi bu. Ha? Sakin. Sakin ama genç. Uzaktan selam. Ya ben haftalı söyleyeyim mi? O düşündüm o. Arılardan. Kızlardan. Kim var? Ta iyi kız. Geliriz. Hop olsun. Türklerden просто мектеп кезінде оқыған ғой. Bir-бірін адил ғой. Жеңгелердің отдельный қазір ойын бар. Kim var? Geliniz. Oradan aşağı. Мінекей, 3 ару, 3 ер азамат ортаға шықты. Енді қалғанымыз барымыз мейлінше дастархан басына жайғаса қойып, қазір бір-бірімізге қызмет жасауға үлгереміз. Ойынның саты келіп тұр. Осы 6 кісіге қазір сый сияпатты береміз. Алдыменен бірінші қыздардан бастаймыз. Ұршеттен бастауға, сізден бастауға келеміз. Уайымдамаңыз қатты. Есіміңіз? Гүлзина. Енді осы бүгін 30 жылдық болып тұрғаннан кейін қаншама жұлдыздар сіздерді осы 30 жылдықпен құттықтап келіп тұр. Сол жұлдыздардың рөлін қазір соңғы сіздердің алдарыңызда. Мен кез келген әншіні хабарлаймын, сол әнші сияқты әнін айтып берсеңіздер болды. Бәрі плюс ойлап микрофон қосылмаған байқаймыз, жарайды ма? Вообще қинамаймыз. Просто пародия деген жанр ғой өнерде. Оң қарат, сол қарат, дастархан басына жайғасақ, фото салып жүргенде, бір-біріне қызмет көрсетіп жүрген ағалар бір ары-кетті 10 минуттан уақыттарымыз аламыз. Назар ортада болсын. Қайырмасын, бәріміз бірге айтайық. Брадан, қолда жаным, десіп ортадан. Сіз үшін алдарыңызда 30 жылдықпен құттықтап келіп отырған Гүлзина Пугачева құрбыларыңызға шабалақ ұрпаңыздар. Маэстро, қайырмасын бәріміз бірге. 77 қайда? Цветы
Мен өткенде 30 жылдық басқардым дәлізді. Сөйтіп 6 қатысушы шықты да, әрқайсысы өлең айтып жатқан кезде бір-біріне деген құрметін кәдімгі орнынан тұрып, қайырмасын қосылып айтып, салфетін желбіретіп, шапалақ ұрып, жігіттерін ысқырып, бадешін беріп жатыр да, сол кезде мына жақта қатысушылар бәрі соғып қалады. Қазір мен сырттан қарап тұрмын, мысалы Гүлзина ханым керемет өлең айтып жатыр, кейбір столдар өздерімен өздері ұрып жатыр, ағалар. Үлгереміз ғой ол. Зачем? Бүйтіп сәл бадеш беріп жүрдік та енді. Қуал жейді ғой бәрі. Профессионал әнші емес. Келесі кім? Екінші қыз. Сіз келіншісіз. Айтасыз ғой, ертелі кеш. Есіміңіз? Гүлмира. Ал енді Гүлмира ханымның әні бұл да сіздер үшін арнаған. Бұл сәл көңілді ән енді. Ортаға жай темпті көтереміз. Алдарыңызда сіздерді құттықтап келіп отырған Гүлмира Нұрсаидова. Жіберіп есіміңіз? Жауапты. Ал енді бұл кісіге біз қазақтың әншісін бере қояйық. Сіздердің 30 жылдықпен құттықтап келіп отырған Қазақстандағы клип просмотр жағынан рекорд үнемі осы кісіге болған. Алдарыңызда Шаудыр Есмахан кластастар келді. Өйткені бұл кісілер необычный әншілер ғой, өздері көріп тұр. Одан кейін сіздер mesela әнде қалауымыз бар екен. Есіміңіз? Ғалымжан аға, сіз айтатын әншіні өмірді ешкім саламаған. Бірақ адам бар салған. Өйткені дауысыңыз ерекше. 30 жылдықпен құттықтап келіп отырған Ресейден келген әнші Ғалымжан Витас. Стучится в окно, плачет.
Әйге. Жігіттер қаншадан жинаған еді өзі? Әлекен, сәл көп жинамаған ба? Неге қоймаған? Келіңіз. Сізге берілетін әнші жалпы негізінде қана ән ғана хит емес, би де хит. Есіміңіз? Асан аға. Өте ешкім жоқ, қарым достарыңыз, сыныптастарыңыз билеп тұрып айтатын ән орта сіздікі. Алдарыңызда Асан Джексон. Dostlar başlar kelimiz. Birisi kesmedi orada. Orada çıka koysun. Ağa siz kelmişsin. Ağa siz ançayı siz saysa ağa. Şavala götürürsün. Şavala kardeşim gel. Açın orada kızışın. Kim var ya dostum için değil. Hiç biliyor mu? Sıvak başa keyif. Altınca ançımızın kelmeyi kalına байланысты sizге ruhsat болса, келіңіз қуанышаға. Сіздің әніңіз нағыз осы достардың арасында айтылатын ән. Оң қанат, сол қанат, орта, бәріміз бірге назар аударып алдарыңызда. Бұл кісіні көшеде көрсе ешкім танымауы мүмкін, бірақ әні хит. Нағыз достардың әні. Қуаныш Петросов. Сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и забываю обо всем. Сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и забываю обо всем. Сердце бьется. Как вы будете изображать, так, енді екі жұпқа бөлінеміз. Қыздар бір қадам алға. Қыздар қалай айтты? Естілмейді, қыздар қалай айтты? Ал жігіттер қалай айтты? Жігіттерді өздері біліп тұрады. Бірақ енді осы жерден ағаларға бөліп жатыр, бірдей сыйлық берейік. Құтты болсын, иә? 30 жылдан қазір ортаға тұрып естерге суретке түсірілер, осы алдыға түсуші. Ал, жағы тұрмыздар. Алғы бірдей осы кештің жұлдыздары, қатысушылары. Ал енді мен орталыққа келеметті ақ тілек ниетті осыдан біздің екінші әр сыныбының ұл қыздарымен жалғасақ деп тұрмыз. Орталыққа
4 göz tügeli duran benim. Her sınıf sakla 4 benim. Bir efsane. Бірден рахмет, қош келдіңіздер. 30 жылдық мешіт құтты болсын. Сыртта жүргендер болатынса бірауыз құлақ қағыс қылайық, естімедім демесін. Болмаса жаусын әсімді оқыған достарыңыз, құрбыларыңыз қапы қалмасын ақылеттен. Ал енді тура жаңа келіскенімізде астындай екі ұл, екі қыз сөйлеп, қалғанымыз жақсылар ортаға шығып билесек. Жігіттер қауымнан бастап, Ерасманның жолы өтеміз. Кім бастап? Келіңіз. Көпшілік, жастастар, құрдастар, 30 жылдан кездесіп жүрмін. Барлықтарының біріңді жылдарын бірін тастады. Барлығы жақсы. 30 жылдан құтты болсын. Біреуіміз ата, біреуіміз апа болғанымыз. Тойларымызда араласып, күліп ойнап жүрейік. Әрдайым өстіп, сіздерді жетпезбін. Ал енді сабыр сақтайық. Әлеге келіңіз. Ардайы Алматыдан Ақтырбасы бүгін осы Жетісайға бұрып 30 жылдыққа келдім деп ақ тілегін ақтарғалы жатыр. Қазақстанның түкпір-түкпіріне келіп жатқан достарымыз, құрбыларымыз бар. Баяғыда енді маған ақыл айтатын жастастар ғой негізі. Тыңдалмаған сөз жетті деген сөз бар. Менің бағышағыңызда менің ағаларға әпкелерім боласыздар, бірақ сіздердің достарыңыз біліп отырсыздар. Ассалаумағалейкум, кластастар. Мынау керемет отырыс болып жатыр, қарап тұрсаңыздар. Енді мен айтып жеткізе алмаймын. Алматыдан келдім, Алматыдан келгеніме өкініп тұрған жоқпын. Осындай менің кластастарым барына бір шулатайық шығарды. Алланың нұры жаусын барлықтарыңызға. Міне рахмет. Біріншіден, мына осы отырысты ұйымдастырып, өте керемет мына тамадық қолдасқа да рахмет. Нұрғалиға, Азаматқа, жаңағы Бәденге, мысалы үшін Талғатқа, тағы басқалар жүгіріп жатыр ғой, мысалы үшін Жетісайдағы жігіттердің бәріне Алланың нұры жаусын біріншіден. Мына осы көңілді отырғанымыз біздің осы жігіттердің арқасы. Басымызды қосып, 30 жылда қосып отырғаннан кейін қарап тұрсаңыздар, бұл өте керемет нәрсе. Мен өзім шынымды айтсам, Алматыға барып айта алатындай сезімдерге кетіп баратырмын, сөздің шыны керек. Біреулер бар ғой, мысалы үшін қарап тұрсаңыздар, қаншама нәрсе істеп отыр, бәрі зая кетеді мысалы үшін. Ешқандай айтатын сөз жоқ, әңгімесі жоқ. Мен Алланың нұры жаусын осы жігіттерге. Өте керемет, қуаныштымын. Барлықтарыңыз отбасыңызға аманшылық тілеймін. Бай қуатты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын әрқашанда. Еш ауырмаңыздар. Тек тойлы балақта, қырықшылықта кездесейік қыздар жігіттер. Қалай қарайсыңдар? Давайте, аман болыңыздар барлықтарыңыз. Рахмет, аман. Қайттыңыз ба сіз? Келіп сияқты айтыңыз ба? Алматыда, арулардан, екі ару. Құрметті кластастар, сіздерді көріп қуаныштымын. Мен өзім өңірді бітіргеннен кейін Жаңаөзен қаласына кеттім, сол жақтан тұрмысқа шықтым, жұмысқа кірдім деген сияқты. 30 жылдан менен бүгін сіздер көріп отырмын. Осыларға неге шақырғандарына рахмет айтамын. Бәріңізге де отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Өсіп отырған отбасыларыңыздың қызығын көрейік. Тек ақшалыққа ата-әже болып бақытты болып үйреніп. Құрметті кластастар, 30 жылдықтарыңыз құтты болсын. Барлықтардың бастарыңызға бармақтай бақ кетпес, дәулет берсін Құда қаласа. Мына 30 жылдықта, 40 жылдықта, 50 жылдықта, 60 жылдықта, 100 жылдықта Құда қаласа. Төрт көзіміз түгел барлығымыз кездесе берейік Құда қаласа. Барлығымызға зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, басымызға бармақтай бақ кетпес, дәулет
көрüşler koymuş onu men davet ettim. Nego men bär tanıgança bilmiyorum. Tanıgan men mektebi okudum. Men көп адамға негізі иттігім бар да шешесі қыздар бар жігіттер бар короче айбек бисіңдер да короче иә бұзықтай жоқ бұзық шешесіге мен қыздарға қол тигізбегенмін негізі құдай ақыл қыз баласына қол тигізбегенмін бірақ бұзық болғанмын мен короче ағайындар былай ғой жақсылық болсын аманшылық болсын мына міне 30 жылдық құтты болсын құлақ қаласа. Я вас всех уважаю, я вас люблю. Молодцы мужики, міне жігіттер қыздар осы үйдің асқандарына рахмет. Адам болыңдар көресің, алыңыз да саған ішін. Сыныптастар, қош келіпсіздер. Ұйымдастырған жігіттерге рахмет. Балалық шағымызды еске алып, балалық шағымызға саяхатымызда көп рахмет. Деніміз сау болсын, ортамыз жоғалмасын. Әрқашанда кездесіп, жаңағы не дейді? Ата, әже болып жүре берейік. Рахмет, баршамызға рахмет. Қуаныштымын. Тілектің түйінін арнайы осы аруларға деген тағысын сәп қойып, ұйымдастыру алқасының атынан қабыл алыңыздар. Ал енді естелікке суретке сола жақын алыңыздар. Жігіттер қалып деген жабарылады. Ал қазір ортаға би береміз, осы биді пайдаланып жаңағы бір-бірлерімізбен әңгіме дүкендерімізді айтып, жағдайымызды сұрақ қойсаңыздар болады, бір-біріңізге деген қызметтерді жасасаңыздар енді рұқсат. Yeah!
енді осы кісі қазір лотерея билеттерін алады. 3 сыйлықтың иесін анықтайтын боламыз. Ал. Алғашқы сыйлық Аясхан ағамыз қолында тұр. Ол сыйлықтың иесі нөмірі 14. 14 по-моему жоқ. Бар ма? 14 бар екен. И алғашқы сыйлық табыса қойып. Бұл да бұйырған адамға бұйырады, қол соғып оңай емес. 80-90 адамның ішінде. Екінші сыйлығымыз. Нөмірі 48. 48. Бар ма? Шабаланып қалыңыздар. Сіз бүгін полный посуда үйдіңіздер. Үйден магазинға шығыңыз болады. Шабаланып бұйырған адамға бұйырады. Және біздің үшінші сыйлығымыздың иесі нөмірі 16. 16 бар ма? 16. Бір. Ағамыздан шабаланып. Рахмет аға. Үйде шайник болуын. Рахмет. Қош келдіңіз. Сізге де үлкен рахмет. Асырамыз елеміз
Gülşen